Шаңырағыңызға несібенің қай уақытта келетінін білесіз бе? Ол үшін жалақы алған кезде мына үшеуін дәстүрге айналдырыңыз. Бірінші, айлығына міндетті түрде нан сатып алады. Нан астың атасы деп өскен ұрпақпыз. Нан болса ән де болады дейді қазақ. Нан үйге ырыс, құт, береке алып келеді. Өйткені қазақтың дастарханы нансыз жайылмайды. Босағадан аттаған қонаққа да бір уаққа кірген кісіге де наннан ауыз тигізесің. Наннан ешкім үлкен емес. Сондықтан да астың төресі саналатын нанды айлықтың берекесін береді деп сенеміз. Екінші, анасына сыйлық алады. Оның бағасы маңызды емес. Айлық алған күні енеме гүл ұсынады. Ұлымнан сыйлық алған енем ақ батасын беріп, алақан жайып Алладан амандығын сұрайды. Табысының еселенгенін, абыройының асқақтағанын, отбасының тыныштығын тілейді ана жүрегі. Ата-ананың разылығы, Алланың разылығы деген сөзді өзіне серік еткен жолдасым. Үшінші, балаларды қуантады. Үйдегі Алланың бере салған кішкентайларына шағын болса да сыйлық әкеледі. Есіктен кіре салысымен жарыса жүгіріп шыққан балаларына мынау саған деп бірдей үлестірмейді. Сыйлықты беруді қыздарымыздан бастайды. Алдымен үлкен қызымызға береді. Ол әкесінің мойнынан құшақтап бетінен сүйеді. Сөйтіп алғысын айтып, Алладан несібеміздің мол болғанын сұрайды. Сосын кішкентай қызымыз өз сыйлығын алады. Ол да әкесінің әрекетін қайталап, Алладан отбасымыздың амандығын сұрап, кішкентай алақандарымен бетін сипап, әумин дейді. Сонан соң ұлдарға кезек келеді. Олар да өз ретімен алғыстарын жаудырып, тілегін айтады. Міне, осы үш қадам біздің несібемізді молайтып, шаңырағымызды шаттыққа кенелтіп отыр деп ойлаймын деп құпияммен бөлісті. Егер сіздің де бұл мәселеде басқа әдістеріңіз болса, бөлісе отырыңыз, ардақты оқырман.